20 маусым Астана Сарыарқа велотрегі Қазақстан барысы. Бас демеуші Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры. Ресми демеуші Каспий банк. Армысыздар, ардақты ағайын. Міне бүгін сіздер КТК арнасынан Қазақстан Республикасының президенті ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесін өтіп отырған Қазақстан барысының 4-ші турнирін тамашалап отырсыздар. Бұл турнирді сіздер 3 күн бойы осы КТК арнасынан тамашалайтын боласыздар. Бүгін жарыстың алғашқы бастапқы бәсекелері сіздермен бірге мен, комментатор Ғалым Сүлеймен. Міне қазір жарыстың салтанатты ашылуы басталады. Қазір сіздер тамашалап отырғандарыңыз Ақмола облыстық музыкалық драма театр және Көкшетау халық ансамблінің Бабалар жолы атты көрінісі қазір. Жалпы Қазақстан барысының бұған дейін 3 мәрте өткенін сіздер жақсы білесіздер. Жарыстың деңгейі биік болды, өте керемет өтуде. Бұл күндері қазақ күресінің көсегесін көгертіп, міне төленерімізді түлетіп атсалысып жатқан азаматтарымыз барлығы да осы жарысқа ерекше мән беріп, міне жылдан жылға осы жарыстың деңгейі биіктеп келе жатыр. Тек қана Қазақстан емес, шетелдік мамандарда, шетелдік түрде міне қызығушылық туда. Атап айтар болсақ, бұған дейін Астана барысы мәселен былтыр Ұлыбритания, Германияда меймандар келіп тамашалаған болатын. Биыл Канада, Италия, Франция, Қытай, Монғолия туристері солардың қатарына қосылды. Жылдан жылға көрермендердің де ауқымы кеңейіп келеді. Атап айтсақ, осы жылы Түркияның 2-1 арнасы, Ресейдің әйгілі боец арнасы тікелей хабар таратуда. Бір сөзбен айтқанда, қазақ күресіне деген міне халықтың қызығушылық артып, әлем халқы да осы ата-бабамыздан кейінгі ұрпаққа мирас болып қалған өнерді көсегесі көгеріп келе жатыр. Биылғы жарыс әдеттегідей 32 балуан белдесуге тиіс еді, бірақ өздеріңіз жақсы білесіздер, кейбір сәттерде міне небәрі 28 балуан жарыс жолына шығатын болды. Бұл енді жарысқа деген талаптың күшеюі. 5 бірдей спортшыны жарыс ұйымдастырушылар осы жарыстан шеттеткен бірден айта кетейік. Атап айтар болсақ, Қостанай облысының өкілі Ғабит Балғынбаев іріктеу турнирінің бірінші және екінші кезеңіне қатыспаған екен. Тек сол өңірдің спорт басшыларының ұйғарымымен бірден облыстық бәсекеге бақ сынады. Сол себепте Ғабит Астана қаласында өткен іріктеуге қатыса алмайды. Ал қостанайлық Михаил Твердохлебов, астаналық Нұрғали Байтарақов, маңғыстаулық Манас Иманқұл және оралдық Дамир Қалақов допинг тексеруден өтпей қалды. Сол себепте олар дүбірлі дода күш сынасу мүмкіндігінен айырылды. Осылайша жарыс жолына сіздер бүгін, ертең және одан ары күні 28 балуанның бәсекесін тамашалайсыздар. Барлығы да мықты балуандар, барлығы да белді балуандар, өз өңірінің іріктеу сынынан іркілмей өткен нағыз сентрмен атайындар. Енді әрине, кім деген фавориттер кім осы жарыстың деген сауал туындайтын болса, ең бірінші көпшіліктің пайымдауынша әрине Шығыс Қазақстан облысының өкілі Айбек Нұғмаров пен жамбылдық Бейбіт Ыстыбаевтың есімдері жиі аталуда. Өйткені бұл жігіттер 2013 және 2012 жылы Қазақстан барыс атанған болатын. Онымен қатар бір емес бірнеше мәрте жүлдегер атанды. Осындай мықтылардың есімі жиі аталуда. Сондай-ақ жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілуге семейлік Шалқар Жоламанов пен Мұхит Тұрсынов, шымкенттік Жұманазар Ерсұлтанов, қызылордалық Руслан Абдырзақов және астаналық Арман Абеуовтың де мүмкіндігі бар деген пікірлер айтылуда. Әрине, бұған қарсы уәж айтып өте қиын. Біз бұл жігіттердің барлығы жайында жеке-жеке мағлұмат беретін болсақ, Шалқардың шабысын талай көрдік. 2 мәрте Қазақстан барысында жүлдегер атанды. 1 рет қола, 1 рет күміс алды. Былтыр ол аталмыш додаға қатысқан жоқ болатын. Биыл бұл жігіт бабында деп естідік. 37 жастағы Жоламанов осы жасқа қатысатын балуандардың арасындағы ең ересегі. Салмақ 160 келі тартатын Жұманазардың да жөні бөлек. Бірер жыл үлкен спорттан қол үзіп кеткен айтылу саңылақ. Жергілікті ақсақалдардың ақылын тыңдап, былтыр боз кілемге қайта оралды. Қазақ күресінен өткен ең мәртебелі бәсекеде оңтүстік Қазақстан облысының өрендері қайта-қайта жеңіле бергеннен күйінген жергілікті қариялар Ерсұлтановтан қолға салған екен. Бұрасан балуанның қадамы жаман болған жоқ. Ол 2013 өткен жарыста қола медальді мойындалды. Мұхит, Руслан, Арман жайында айтатын болсақ, бұл жігіттер талай мәрте үлкен дүбірлі додаларда топ жарып жүрген балуандар. Қазақстан барысына бір емес бірнеше мәрте қатысты.
Бірақ жүлде алмаса да, бұл жігіттер өнерімен жанкүйерлердің жүрегін жаулап алды деп айтуымызға толық негіз бар. Әрине, жоғарыдағы есімдер аталған балуандардың мықтылығы еш күмән туғызбайды, алайда бас жүлде үшін таласуға күш жігер жететін басқа да жігіттердің барын жоққа шығара алмаймыз. Талай тәжірибелі балуандар бар. Осы жарыстың бір ерекшелігі тағы биыл 30% жаңа есімдер пайда болды, яғни жас балуандар бар қатарда, солардың де жастардың арасында боз кілемде жасындай жырғайтын жігіттердің де шығып жататыны әбден мүмкін. Сол себепте алдын ала болжам жасамай қояйық, өйткені көп жағдайда жорамал жоққа шығып жатады. Әліптің артын бағайық, бір сөзбен айтқанда. Бұл жарыста қазақ төл өнеріміздің көсегесін өсуге бағытталған шара, сондықтан да бұл жарыстың мықты, керемет өтетініне күмәніміз жоқ. Бұны қазір сіздер көріністі, театрландырған көріністі байқап отырсыздар. Атақты күрес күш атасы Қажымұқан Мұңайтасов қазір сіздердің назарларыңызда қалай елде күрескен, қазақтың мәртебесін өсіріп, әйгілі жарыстарда, дүбірлі додаларда топ жарған міне қазақтың қайсарлы күш атасы Қажымұқан міне қалай мықтылармен күресті. Сол заманда да керемет балуандар болған өздеріңіз жақсы білесіздер. Әлем чемпион атанды, әлемнің шартарапты түгелде аралды, әлемнің әр бұрышында керемет өнермен күресті. Естеріңізде болар әрине, Қажымұқан жайында айтқанда 1913 жылы Харбинде өткен жарыс еске түседі. Сол жарыста Қажымұқан Жапонияның даңқты балуаны Джиндофу Саракики тұтқан болатын. Солға жеңілген жапон балуаны енді мықты болсаң жапонша күресейік деп, яғни джиу-джитсудың ережесі бойынша күресейік дегенде Саракики осындай ұсыныс айтқанда, әйгілі балуандардың барлығы да алатлондарын ала қашты. Тіптен атақты Поддубныйдың өзі бұндай күреспен күреспеймін деп осы Саракикимен жекпе-жекке шығуға бас тартқан еді. Ал сол кезде кім болды? Вейланд Шульц, Йорик Лурих, Циклоп Бенковский, Йорк Гакеншмидт, Фрэн Гоу, Алексис Абер, Станислав Дышко, Цыганевич, Цихо Чан, Иван Поддубный, Иван Зайкин, Иван Каин. Бір сөзбен айтқанда сол заманның кілең қаймақтарының бәрі тұрған, бірақ ешқайсысының сол Саракикимен джиу-джитсудың ережесі бойынша жекпе-жекке шығуға бас тартты. Сол сәтте міне Қажымұқан нар тәуекел деп жекпе-жекке шығып, оның ақырын өздеріңіз білесіздер. Өте қызу, өте тартысты өтті бұл жекпе-жек. Бір сөзбен айтқанда қазіргі ережесі жекпе-жек қой. Сол жекпе-жек барысында Қажымұқанның қатты ауыр жарақат алғанына қарамастан, бірақ қарсыластың бет терісін жұлып, ақыр соңында от жан тәсілім еткен сіздер жақсы білесіздер. Саракики міне қазақтың қайсарлығы осындай жерде сіздерді міне сол қара күшке бай қазақ күресі міне қазір дамытсам деп жүрген азаматтар міне осындай игі істі қорғалды. Қазақ барысының өмірге келуіне әрине Арман Шораев сынды азаматтың үлкен еңбегі бар екенін де біз атап кетуге тиіспіз. Моңғолиядан моңғол күресінің өнерін осы тамашалап келіп, қазақ елінде осындай өнерді дамытсам деген Арман Шораев мырзаның игі бастамасы кеңінен қолдау тауып бұл күндер міне еліміздің атқамінер азаматтары түгелдей қолдап, Самұрық Қазына сияқты алпауыт компания қолдап, ақыр соңында міне Қазақстан барысы өтіп, бұл күндері қазақ күресінің екінші тынысы ашылғандай болды. Әрине бұл ретте біз қазақ күресін дамытуға талай жылдар бойы сүбелі үлес қосқан азаматтардың еңбегін жоққа шығармаймыз. Ұзақ жылдар басқарған азаматтар болды. Есімізде заман тоқырап тұрған 90 жылдардың екінші жартысында Мұхтар Құл-Мұхаметов осы қазақ күресінің көсегесін көгертіп еңбек сіңірген болатын. Содан кейін ұзақ жылдар бойы Серік Төкеев ағамыз қазақ күресінің өркенін өсіруге, өркендетуге, тасын өрге домалатуға көп күш салды. Серік Төкеевтің тұсында осы әлем чемпионаттары, Азия чемпионаттары ұйымдастырыла бастады. Міне сол игі бастамалардың жалғасы. Бұл күндері қазақ күресінен көптеген мемлекет, 50-ге жуық мемлекет өкілдері күресіп жүр. Азия елдерін, ТМД елдерін айтпағанда, Африка елдерінде де, Оңтүстік Америка елдерінде де дүбірлі жарыстар ұйымдастырылып жатыр. Осының барлығы да әрине төл өнерімізге деген құрмет. Міне қазір театрларының көрінісі болып жатқан сәтте біз тағы да естеріңізге салайық. Қандай мықты балуандар осы жарыста белдесетінін
Атап айтар болсақ, Ақмола облысында Нұрлан Жамалов белдеседі. Леонид Станев бар болса, Ақмола облысының балуандар арасында біз осы екі балуанда ерекше атап кетуге тиіспіз. Ақтөбе облысынан Нұрлан Иманғазин, Рүстем Борбаев бар. Алматы облысының намысын Айдос Қаңғылбаев пен Саят Шәмшиев қорғайды. Атырау облысынан Бекболат Салық пен Сұңғат Закиреев. Батыс Қазақстан облысында Еділ Үсеновке үлкен үміт артып отыр. Қостанай облысынан біз айттық, жоғарыда қос балуан Михаил Твердохлебов пен Ғабит Балғанбаев болған, бірақ олар бұл жарыстан шеттетілді, оның себебін жоғарыда айттық. Қарағанды облысында Асыл Барменов пен Бекзат Ахметбеков бар. Қызылорда облысында Айбек Серікбаев пен Руслан Абдырзақов күреседі. Маңғыстау облысының намысын Мейрамбек Жаңабай мен Манас Иманқұлов қорғайды. Солтүстік Қазақстан облысынан Рүстем Жұмаев және Дәурен Ислямов күш сынасады. Павлодар облысында Дархан Жоламанов пен Батырхан Жүнісов сынды мықтылар бар. Оңтүстік Қазақстан облысынан Жұманазар Ирсултанов пен Сабыржан Әбілдаулы. Шығыс Қазақстан облысында Айбек Нұғымаров пен Мұхит Тұрсынов және Шалқар Жоламанов жарыс көрігін қыздырады. Енді Шығыс Қазақстан облысынан неге үш балуан деген сауал келетін болсақ, өткен іріктеу жарысында Мұхит Тұрсынов пен Шалқар Жоламанов осы жарысқа жолдама алса, Айбек Нұғымаров өздеріңіз жақсы білесіздер, 2013 жылы Қазақстан барысының жеңімпаз атанған болатын. Ал Қазақстан барысы жеңімпаз атанған балуан ешбір іріктеусіз-ақ осы турнирге бірден жолдама алады. Алматы қаласынан Арслан Абдамит және Бақыт Исмағұлов күреседі. Астана қаласының намысын Арман Әбеуов пен Нұрғали Байтарақов қорғайды. Бірақ айта кетейік, Нұрғали Байтарақов та допинг тесттен өтпей қалып, осы жарыстан қатысу мүмкіндігінен айырылған еді. Сол секілді Манас Иманқұлов маңғыстаулық және оралдық Дамир Қалақов та бұл жарыста күреспейді. Сөйтіп 28 балуан бақ сынайды қазір. Сонымен баб мен бақ қатар кім шабады, солар жеңіс тұғырына көтерілетін болады. Міне қазір жеребе тарту рәсімі болады. Балуандардың кіммен белдесетін болса, соқыр жеребе анықтайтын болады. Бұл ретте кімнің мықты, кімнің үздік деп себептерге бөлінбейді. Қазақта айтады ғой, күш атасын танымайды деп, сол себепте міне Бурасан, Нартұлғалы, Апайтөз балуандар міне бірте боз кілемге беттеп келеді. Бұл балуандардың барлығы есімдері алаш жұртына жақсы танымал. Бірі Қазақстан барысы турнирінде бақ сынаса, енді бірі талай одан да басқа байрақты бәсекелер көп. Әлем чемпионаты бар, Азия чемпионаты бар. Түрлі батырлармен, абыздар, ақындарымызбен саңлақтарымыз бар. Солардың құрметін өтетін дүбірлі жарыстарда топ жарып жүрген нағыз сенттірмен атайындар. Әр өңірдің мықтылары қазір сап түзеді. Міне қазір осы жарысты жүргізушілері Бейсен Құранбек, Арман Балтабайұлы сынды танымал журналистер қазір осы жарыстың мәні мен маңызын түсіндіріп жатыр. Қазақ күресінің даңқын асқақтатып, ұлттық күреспен айналысатын балуандардың беделін арттырған теңдессіз турнир биыл 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Алдарыңызда тұрған арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, барыстай батыл мына 28 балуан жарыс жүлделерін сарапқа салады. Ең алдымен ортаға балуандар белдесуіне төрелік жасайтын адамдарды шақырайық. Менде бұл жарысты айтатын болсақ, төрешілердің де мықтылап қазыларды таңдады. Белді қазылар барлығы да ел спортына өлшеусіз сіңірген азаматтар. Осы күрес өнерінің отымен кіріп күлімен шыққан, жілік майын шаққан азаматтар. Атап айтар болса, кімдер төрелік жасайды десе, бас төреші бұл жарыстың Марат Жақыт. Марат Жақыт өздеріңізді білесіздер. Кезінде самбо күресін дамытқан, Жамбыл өңірінде қызмет етіп, көптеген әлем чемпиондарын, Азия чемпиондарын шығарған
қандастарымыздың арасынан тек қана қандастарымыз емес, қазақстандық бапкерлер арасынан турнирдің әділ өтуіне КСРО еңбек сіңірген жаттықтырушысы атағын алған санаулы ғана мамандарымыздың бірі Марат Жақытов, бас төреші қызметін атқару, міне осындай Марат Жақыт сынды белді мамандығы артылған екен. Одан бөлек Қуат Байғожаев бар, Рауан Қапаров, Руслан Мұхамедқалиев, Болат Ақжігітов, Кенжебай Елубай және Ғалым Күлекешев сынды міне қазылар осы жарыста. Мен бас төреші Қазір Марат ағамыз ант береді. Төрешілердің анты өздерің жақсы білесіздер, бұл әр спорт түрінде бар. Жарыстың әділ және таза өтетініне міне ант беріп отыр. Әрине төрешілерден де көп мәселе байланысты осы төрешілердің әділдігіне. Жеребені тарту үшін шақырайық балуандарды. Қазір жеребе тарту рәсімі. Бірте-бірте боз кілемге кіммен көрісетінімін жеребеде, соқыр жеребе кейде бірден мықты балуандарға тап келтірсе, енді бірде жолы жеңіл болып жатады балуандардың, сондықтан да кей балуандарға жеребе жолдас болыпты деп те айтылып жататын біз бір емес бір мәрте естідік. Бірақ айттық қой біз, жеребе бұл жолы соқыр жеребе. Қоржынға қол салайық, асықты суырып алайық. Ал жігіттер, іске сәт. Сонымен басталды қазір ең бірінші кезекте алфавиттік тәртіп бойынша Ақмола облысының өкілдері жеребе тарту рәсіміне шығу керек. Көкше балуандары шығады. Қарсы алыңыздар. Нұрлан Жамалов. Міне Нұрлан Жамалов алғашқы болып жеребе тарту рәсіміне шықты. Лақап аты Көкше Арланы, 1986 жыл туған, салмағы 92 келі, бойы 188 сантиметр. Бапкері Бекім Жапаров. Асықтар салынған қоржыннан алады. 20-шы нөмір түскен екен. Нұрлан Жамаловтың нөмірі 20. Леонид Станеев. Қазір мына Леонид Станеев осы жарыста бақ сынап жатқан. Өз өкілдерінің арасында жалғыз ғана Станеев біз көріп жүрміз. 3 сан түскен екен. Леонид Станеев Ақмола қасқыры, лақап аты 1993 туған, бапкері Манас Исин. 82 келі, 178 сантиметр бойы. Мына Ақтөбе облысының балуаны Нұрсұлтан Иманғазин. Сары бала, лақап аты 1990 жыл туған, бойы 180 сантиметр, салмағы 95 келі, бапкері Эдуард Саламат. 24-ші нөмір шыққан екен бұл балуанға. Рүстем Бөрбаев, Ақтөбе облысы. Рүстем Бөрбаев тағы да Ақтөбе облысының тағы бір өкілі, лақап аты Бөрі, 1986 жыл туған, 82 келі, салмағы 178 келі сантиметр. Бапкері орынбасар Жолмағамбетов. Алматы облысының өкілдері бізге жақсы танымал Саят Шамшиев. Алакөл бөрісі, лақап аты 89 жыл туған, салмағы 83 келі, 179 сантиметр бойы. Саяттың нөмірі 23. Саяттың 23-ші нөмірі түскен екен. Болат Қожахметовтың қол астында жаттығады Саят Шамшиев. Енді осы жарыста ең ауыр балуандардың бірі Айдос Қаңғылбаев, 147 келі салмағы, бойы 188 келі сантиметр. Жетісу барысы атанған азамат, кешіріңіздер, Айдос Қаңғылбаевтың бапкері Болат Қожахметов, ал Саят Шамшиевті бұл жарысқа баптаған Керей Қойшыбек. Атырау облысына кезек келіп жетті Сұңғат Закирияев. Қазір сіздердің назарларыңызда Ағатай, лақап аты 11-ші нөмір алды, 21 жастағы балуан. Аманбай Қыздарбаевтың қол астында жаттығады. Бекболат Салықов, бұл да Атырау облысы, лақап аты Тарлан, 1982 жыл туған, Марат Абдуалиевтің қол астында жаттығады. Жамбыл облысы, өздеріңізге танымал Бейбіт Ыстыбаев, Қазақстан барысы 12 жылдың жеңімпазы. 4-ші нөмірлі түскен екен. Бейбіт Ыстыбаев Тайраз Арланы
жасы 28-де, Тақтан. 29-да жасы биыл. 1985 жыл туған, 140 келі. Нөмірі 5. Дәулетхан Жақыпов, Тараздың тас түлегі, талас қыраны лақабаты. 1992 жыл туған, Парқат Қылышбаевтың қол астында жаттығады. Қарағандылық Асыл Барменов сіздер көзіп отырсыздар. Жас сұңқар лақабаты. 1988 жыл туған, 98 келі, 177 сантиметр бойы Сұлтан Тыныспаевтың қол астында жаттығады. Қазір Бекзат Ахметбеков назарларыңызда. Қарағандылық лақабаты Сайдалы Мақсат Ахметбековтың шәкірті. Руслан Әбдіразақов, Қызылорда облысы. Сыр бойының саңлақтары ортаға шығатын болады. Қызылорда облысы. Руслан Әбдіразақов, Сыр барысы. Садық Мұстафаевтың шәкірті. Сонымен қатар өзінің туған ағасы Ұлан Рысқұлдың қол астында жаттығады. Нөмірі 2. Екінші нөмірлі түскен екен бұл жігітке. Айбек Серікбаев. Сыр бойының тағы бір сайыпқыран Айбек Серікбаев назарларыңызда. Лақабаты Майлыбай. Өзінің әкесі Әділбек Серікбаевтың баптауымен келіп отыр бұл жарысқа. Назар Ерсұлтанов, Оңтүстік Қазақстан. Енді Оңтүстік Қазақстан облысының балуаны. Осы жарыстағы ең ауыр балуан. 160 келі тартатын салмағы Жұманазар Ерсұлтанов. Қазақстан барысы 2013 жарысының қола жүлдегері. Міне Жұманазар сіздердің назарларыңызда. Лақабаты Жақсығұл, бапкері Болат Тұрмағанбетов. Алтыншы нөмір түскен екен Жұманазарға. Әбділдаұлы, Оңтүстік Қазақстан облысы. Оңтүстіктің тағы бір оғланы Сабыржан Әбілдаұлы. Оңтүстік Арланы лақабаты. Құралбай Орынбасардың шәкірті. Нөмірі 15. 15-ші нөмір келген екен бұл жігітке. Дархан Жоламанов, Павлодар облысы. Павлодардың мықтысы Дархан Жоламанов бір емес бірнеше мәрте осы жарыста бақ сынап жүр. Әзірге бағы жанған жоқ. Лақабаты Асау. Нұрлыбек Ермағанбетовтың шәкірті. Нөмірі 22. 8 қырлы бір сырлы жігіт. Бұған дейін бастапқы бәсекелерде асалмай жүрген Дархан осы жол бәлкім дара шықсам деген үлкен үмітпен келіп отыр бұл жарысқа. Батырхан Жүнісов, Павлодардың тағы бір жас балуаны. Рүстем Жұмаев, Солтүстік Қазақстан облысы. Небәрі 21 жаста бұл жігіт. Рүстем Жұмаев. Бұл жігітте біз Қазақстан барысынан бір емес көрген болатымыз. Өте мықты балуан. Ең бойшаң балуан ол жарыстың 198 сантиметр, яғни 2 метрға небәрі 2 сантиметр ғана жетпейді екен. Салмағы 135 келі, лақабаты Қаражал Исламбек Бекмурзиннің шәкірті. Дәурен Исламов, Солтүстік Қазақстан облысының Батыр Баян лақабаты. 1986 туған Нұрлан Ерғазиновтың шәкірті. Шығыс Қазақстан облысы. Енді кезек шығыстың шымыр жігіттеріне де келіп жетті. Мұхит Тұрсынов. Қарауға болмайды, жап. Лақабаты Жалын, 1988 жыл туған. Нөмірі 12. Әкесі Шыңғыс Тұрсыновтың қол астында жаттығады. 12-ші нөмір келген екен. Шалқар Жоламанов. Қазақстан барысы турнирінің 2 мәрте жүлдегері. Осы жарыстағы ең ересек балуан 35 жасар Шалқар Жоламанов сіздер назарларыңызда. Семей өңірінің тумасы. Арслан Әбдемин. Астана қаласының мықтылы, Алматы қаласының ежіңіздер мықтысы қазір Арслан Абдамит. Бұл жігіттің де өнерін біз көптен бері тамашалап жүрміз. Өте жақсы белдесуде. Қатарынан 2-ші жыл қатысып отыр осы байрақты бәсеке. Асмағұлы, Алматы қаласы. Алматы қаласының тағы бір балуаны қазір Бақыт Ысмағұлов сіздер назарларыңызда. Алғаш рет қатысқалы отыр осындай байрақты бәсекеге. Батыс Қазақстан облысы. Жайықтың жағалауынан келген жігіттер міне назарларыңызда. Еділ Үсенов, Батыс Қазақстан облысы. Бура лақабаты 1981 жыл туған Райымбек Меңдіғалиевтің қол астында жаттығады. 1-ші нөмір түскен екен. Иранбек Жаңабай, Маңғыстау облысы.
Маңғыстау облысының осы жарыста ең жас балуан Мейрамбек Жаңабай, лақабаты жас қыран. мейрамбектің жеребен өмірі Жасы небәрі 19-да, 1995 жыл туған. Қабыл Бейсе құлдың қоласын жаттығады. Мені көріп осылар, ең жас балуан, бірақ жастардың арасында жалындылары көп. Астана қаласының Арман Әбеуов, міне сіздердің назарларыңыз Арман Әбеуовті біз көргенбіз. Бұған дейін Қазақстан барысына қатысқан, жүлдеге жеңіс тұғырына сынық түсем қалғанда түсінген 7-ші нөмірлі қасиетті сан түскен екен Арманға. Енді ең соңғы болып жеребе тартатын былтырғы жылғы 2013 жылы Қазақстан барысының жеңімпазы Шығыс Қазақстан облысының өкілі Айбек Нұғымаров. Айбек Нұғымаров, лақабаты Шығыс барысы, 1987 жыл туған. Салмағы 138 келі, бойы 189 сантиметр. Бапкері Серік Қоржикенов. Сөйтіп, жеребе тарту рәсімі аяқталды. Алғашқы айналымдарда кіммен кімнің белдесетіні белгілі болды. Дөп басып ешкімде айталмайды. Қай балуанның бабы келісіп, бағы жанат, бас жүлделері елет, ona кілем көрсетеді. Сонымен құрметті ұлттық өнер жанкүйерлері, Қазақстан Республикасы президентінің жүлдесі үшін өтетін Қазақстан барысы жарысына Міне көріп тұрсыздар, нар тұлғалы қазақтың қаймақтары, беткестер, балуандар міне барлығы да сап түседі. Ең мықтылар өз елінде іріктеу турнирінен іркілмей өткен кілең мықтылар ортаға шықты. Қазір құрметті меймандар, лауазымды тұлғалар өз құттықтау сөздерін арнайды. Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің төрағасы Тастанбек Есентаев, Қазақстан барысы қоғамдық қамқорлық кеңесінің төрағасы, осы жарыс идеясының авторы Арман Шораев. Енді қазір сол лауазымды тұлғалардың айтқан пікіріне, лебізіне құлақ түре отырайық. Міне ортаға шыққандар Нұр Отан партиясы, Халықты демократ партиясының бірінші орынбасары Айбек мырза. Қадірменді спорт сүйер қауым, біз бүгін барлығымыз көптен бері асыға күткен, осымен 4-ші рет өткізгелі отырған дәстүрлі Қазақстан Республикасы президентінің жүлдесі үшін қазақ күресінің Қазақстан барысы республикалық турнирінің шымылдығын ашқалы тұрмыз. Ең алдымен мен баршаңызды осы бір дүбірлі доданың басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл сайыс көтерген азаматтық бастаманың нәтижелі түрде іске асырылып, қалың ел жоғары бағалайтын ауқымды әлеуметтік шара ретінде салтанат құрғанның жарқын көрінісі. Елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынған Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асырып, еліміздің әлемнің ең дамыған 30 мемлекеттің қатарынан табылу үшін дені сау, рухы биік, дәстүрге бекем халық бола білуіміз керек. Тек өз тарихының, тілінің, ұлттық болмысының қадірін білетін ел ғана өсіп өркендей алатыны, бәсекеге қабілетті болатыны даусыз. Сондықтан да Нұр Отан партиясы өзінің ұйымдастырушылық әлеуетін пайдалана отырып, Қазақстан барысы бастамасына, оның бұған дейінгі үлкенді кішілі іріктеу сандарында жер-жерде қолдау көрсетті. Бұл бір жағынан партияның саяси доктринасында көрсетілген ұлттық құндылықтар басымдықтарын іске асыруға бағытталған көкпар мен аударыспақтан, асық атудан сайыстардың, республикалық айтыс сияқты шаралардың қатарынан табылар келелі іс болса, екінші жағынан елбасымыз айтқандай, азаматтарымызды саламатты өмір салтына, бұқаралық спортқа тәрбиелеудің көрнекі құралы. Биыл 15 жылдық мерейтойын өткізіп отырған Нұр Отан партиясы да ел бірлігі мен тыныштығы, оның әлеуметтік тұрғыдан өркендеуі, соған бағытталған елбасы саясатының іске асуы үшін аянбай еңбек етіп жатқан, яғни саяси кілемдегі халықтың балуаны іспетті ұйым. Өз кезегінде қазақ күресіне тек қара күш қана емес, алдымен қайсар намыс пен отты рух, сонымен қатар дәл саясаттағыдай ақыл мен айла керек десем, артық айтпаспын. Осындай тамыры терең ұлттық құндылықпен елді сусындатып, мәдениетіміздің жаңғыруына, бірегей ұлттық спорт түрінің дамуына даңғыл жол салған Қазақстан барысы қоры басшылығына,
осы істің басы қасында жүрген барша азаматтарға алғыс айта отырып, додаға түсер балуандарымызға сәттілік, төрешілерімізге әділдік, көрерменге шынайы жанкүйерлік тілеймін. Рахмет ағайын. Міне Бауыржан Байбек азаматтың жарыстың мәнісі мен маңызына тоқталған естісіңіздер. Енді сөз кезегі Есентаев мырзада. Халқымыздың тарихымен қайнап келе жатқан еліміздің төл күресі, қазақ күресі бүкіл әлемге әйгілі болып келеді. Бүгінгі күнде қазақ күресінен дүниежүзінің елдерінде әлем чемпионаты, Азия чемпионаты өтіп, бүкіл әлемге әлем мамандарының көңілінен шығып отыр. Әлбетте, экономикасы төмен, тыныштығы жоғалған елде ешқашанда спорты дамымайтыны белгілі. Мінекей бүгінгі тұңғыш президентіміздің қанатының астына кірген қазақ күресі бүгін күнде өзінің жолын ашты деп есептеймін. Сондықтан бүгінгі кілем үстіне шыққан жігіттерімізге, білекті де жүректі жігіттерімізге халқымыздың алдында өздерінің өнерін көрсетіп, төрешілерімізге әділеттікті осындай тойымыз тойға жалғаса берсін. Бүгінгі Қазақстан Республикасы президенттің жүлдесіне арналған Қазақстан барысы турнирін ашық деп жариялаймын. Ханымдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасының гимні. Міне құрметті көрермендер, сіздер естіңіздер. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек мырза мен Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі төрағасы Астанбек Есентаев мырзалардың осы жарысқа байланысты айтқан ойларын, қазір енді қандай жүлделер табыс етілетін көпшілік назарынан ұсынылатын болатын. Екінші орын алған балуанға берілетін күміс белбеу. Бас жүлдені жеңіп алатын балуанға берілетін алтын Қола белбеу. белбеу, күміс белбеу, бас жүлдені алған балуанға қола алтын белбеу, тас тұяқ және жарыстың бас жүлденің иегеріне 150 мың ақш доллары көлемінде сыйақы табыс етілетінін сіздер жақсы білесіздер. Бұған дейінгі Қазақстан барыс турнирінде өте шиеленісті жағдайлар орын алды, өте тартысты өтті. Бәсекенің бәрі 2011 жылы Ұлан Рысқұл сыр бойының балуанының жеңісімен аяқталса, екінші орында жамбылдық Бейбіт Ыстыбаев алды. Қола медаль шығыс қазақстандық Шалқар Жоламановқа берген болатын. 2012 жылы Бейбіт Ыстыбаев жамбылдың өкілі бас жүлде алса, Шалқар Жоламанов күміс медаль алды, ал Айбек Нұғымаров шығыс қазақстандық балуан қола медаль иеленген болатын. 2013 жылы жарыста Айбек Нұғымаровтың жеңісімен аяқталды. Шығыс Қазақстан облысының өкілі бас жүлде алса, финалда ол қарағандылық Ержан Шынкеев тұтты, ал қола медаль оңтүстіктің оғланы Жұманазар
балуанға бұйырған болатын. сайысқа түсетін сайып қырандарға қазақ күресінің ардагері Сақатай Аманжолов атамыз бата береді. Сақатай Аманжолов міне қазақ күресінің ардагері қазір бата беретін болады. Уағдайым оңдасын, Қызыров апам қолдасын. Батыр балуан бабаларың Қажымхан менен балуан Шолақтың жолын беріп, қазақ күресінің даңқын әрі қарай асыра беріңдер. Еліміз аман, халқымыз бақуатты болсын. Аллаху акбар. Міне ақсақалдың батасын естіңіздер. Балуан Шолақ пен Қажымқанның жолын берсін дейді. Қазақ даласында даңқты балуандар аз болған жоқ қой. Сол Қажымқан, Балуан Шолақ аталарымыздан басталатын Сара жол, Боранқұл балуан, Молдабай балуан, Битабары балуан, Байғабыл балуан, Қайдары балуан, Еңсеп балуан. Міне сол секілді балуандарымыз кезінде Алаш топырағында той салып, қазақтың даңқын шарықтатты. Міне бүгінде сол асылдың сынықтары қазір сіздердің назарларыңызда. Осы жігіттердің арасында кімнің бағы мен бабы қатар шабатынын осы сіздер бүгінгі эфирден тамашалай отырасыздар. Естеріңізге сала кетейік, КТК арнасы осы жарысты 3 күн бойы көрсетеді. Яғни бүгін жарыстың бастапқы кезеңі. Қазір демеушілерді міне алғыс сезім білдіріп өйткені демеушілердің де Бас демеуші Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамы. Петро Қазақстан акционерлік қоғамы вице-президенті Есенғалиев Бақытжан Ізтілеуұлына алғыс айтамыз. Hyundai Elantra сауда белгісімен Астана Моторс. RG бренді Қазақстан Асу Ауызсу брендімен турнирдің серіктестері Қазақ Телеком акционерлік қоғамы және Қазақстан онлайн. Турнирдің ресми демеушісі Қазақстанның ірі бөлшектік банкі Каспий банк. Каспий зор жеңістерге жетіп, еліміздің даңқын асырғандардың бәріне қолдау көрсетеді. Қарсы алыңыздар, алдарыңызда Алдаспан Этна рок тобы. Олдарыңның жеңістерін тектілер, халқымыздың дағы биік көтерген, қара күшті өрнамысты тектілер. Қайратымна қанат қылған намысын, ерлерім бар жанын қиярар үшін. Қазағымның батырлығын паш етші, бүкіл әлем ерлігіңді танысын. Жаса қазақ барысы, жаса қазақ барысы, жаса қазақ барысы. Ер жігітке бұл жалғанда бәрі сан, шаршалаңда жеңісіңді көрейік, жауырында жерге тимес барысың. Жеңеріңді намысыңа қайрадың, бейін ұста жеңісіңнің байрағын, қайсар рухты барысы сен еліңнің, бәрімізге тимесінші айбарың. Жаса қазақ барысы, жаса қазақ барысы, жаса қазақ барысы.
Құрметті көрермендер, Міне енді жарыстың ресми бөлігі аяқталды. Алдаспан тобы тікелей эфирде Қазақстан ұлттық ән салды, арнасында жақсылап ән жас шашу спортта болды. және Ресей Сарыарқа және спорт кешеніне Қазақстан жиналған міне сондай-ақ жұртшылық қазір енді Түркияның балуандардың Бендей бәсекесін тамашалайтын болады. тікелей эфирде Қазір міне А тобында қай балуандар өнер көрсететіні назар аударып отырайық. Өздеріңізде қонақтар келді. Солардың бірі Жапонның атақты каратешісі Болат жұдырықты 10-дан егері Марио Хигаона сенсей. Сіздердің қошеметтеріңіз. міне құрметті меймандар, сонау Окинавадан келген мейрам екен. Күншығыс елінен Жапонияның жарқын жұлдызы осы жарысты тамашалап, яғни қазақтың төл өнерін құдіретін бұл азаматта мойындаған сыңайлы. Бірінші белдесудің төрешілерін Міне біз барыстың артынан байқап отырмыз. Қазақтан шыққан, ауыр атлетикадан шыққан, қазақ жастар арасынан шыққан тұңғыш әлем чемпионатының жүлдегері Алмас Өтешев те міне көрермендер қатарынан біз көрдік. Қазір Б тобы, А тобына қарағанда Б тобында кіл мықтылар жиналған сыңайлы. Қарасаңыздар міне Истыбаев тосында, Тұрсынов тосында, Абдырзақов та, Айбек Нұғмаров та кіл мықтылар міне Б тобында жиналған екен. Осы жарыстың бас төрешісі Марат Жақыт ағамыз қазір міне осы жекпе-жекке қазылық ететін төрешілер таныстыруда. 2014 жылғы Қазақстан барысының алғашқы белдесуі. Сонымен міне құрметті көрермендер, бір жыл бойы тағатсыздана күткен, жанкүйер біткеннің барлығы Қазақстан барысы 2014 жылғы жарыстың алғашқы белдесуін сіздер тамашалайтын боласыздар. Боз кілемге алғашқы болып табан тірейтін Батыс Қазақстан облысының өкілі Еділ Үсенов. Міне Еділ балуан сіздердің назарларыңызда. Лақабаты Бура. Осы жарыста ең ересек балуандардың бірі. Жасы 33-те. Яғни 1981 жыл туған Райбек Меңдіғалиевтің шәкірті. Қызылордалық Айбек Серікбаев. Айбек Серікбаев. Оның Еділге қарсылас атанбақ бүгін. Айбек Серікбаев Қызылорда облысының өкілі. Лақабаты Майлыбай. Өзінің әкесі Әділбек Серікбаевтың қол астында жаттығады. Айбек Серікбаевтың жасы небәрі 20-да 1993 жылдың 23 қазанында туған екен. Міне қасқыр терісін ұстап шықты. Осы балуан, қарап отырсаңыздар, Айбектің бойы 9 сантиметр ұзын екен қарсыласына қарағанда, бірақ Еділдің 8 келі артық екен салмағы. Ал жасы ерекшелігіне келетін болсақ, Еділ Айбектен бақандай 12 жас үлкен. Яғни жалынды жаспен Сақа спорт шарасындағы сіздер тартыс тамашалайтын боласыздар. Төреші белгі берді. Енді балуандар өзінің мықтылығын боз кілемде паш етуге тиіс. Тұсаукесер белдесу, сондықтан да бірден балуандар жанұшыра алға ұмытылады деген ой болмауға тиіс. Өйткені қашанда бұл тұсаукесер ең бірінші болып ортаға шығу жүйкеге де салмақ түсіндіреді. Бұл психологиялық тұрғыдан өте қиын. Сондықтан да балуандар аңдасып, арбасып, бір-бірінің осал тұсын ақырында байқап көреді. Бірақ төрешіге бұл қазір міне бірден ескерту жасады. Яғни Еділ Үсеновке ескерту жасалды. Қазақ күресінің ережесі бойынша бүгін ұпай енді Айбек Серікбаевтың еншісіне жазылады. Егер 2 бүгін ұпай болса, ол бір. Тағы да мұны көріп отырсыздар. Айбектің қарсыласын бір тексеріп көрді. Іштеніліп лақтыруға әрекет еткен еді, бірақ Еділ оның бұл әрекетін, ойын тез түсініп қойды. Жоқ, пәленде еш нәрсе болған жоқ. Тек қана тіресіп жүр.
белсенділік танытпаса, қазір қызыл белбеулі балуан ескертіп алып қалуы мүмкін. Қазір Еділ міне аяқтан ілді. Ол да әрекеті жеміссіз болды. Бұл әрекетте Еділдің. Қазір төреші тағы да бір қос палуанның біріне ескерту беруі бек мүмкін. Өйткені тым сылбыр күресіп жүр. Айбекті іштен ілгісі келіп ақ. Іштен ілуге әрекет етуде, бірақ Еділге ескерту жасалуы қазір әбден мүмкін. Етегінен ұстаған үшін екен міне. Тағы бір ескерту берілді. Яғни 2 бүк алған, жамбас ұпайы 2 бүк берілсе, жамбас ұпайы көк белбеу балуанға берілді. Бұл жас ережесі сондай. Қазақ күресінің енді Еділге барын салмаса, әрине басымдылық Айбек жағында. Бүгіпайы. Еділ бүгіпайын қазір алды. Қарсыласын жықты. Тізесін жерге тигізді міне. Міне қайталау барысын өздеріңіз байқап отырсыздар. Айбек әдіс жасауға әрекет еткен еді, бірақ қарсыласы оның алдын орап кетті. Жартылай жеңіс берілуге тиіс міне. Иә, бір иығымен түсті жерге. Сол себепті Еділ Үсенов жартылай жеңіс, сол балуанның еншісіне жазылуға тиіс. Бұл іштен орап жасалған әдіс. Қазір қайталау барысында тағы бір байқайтын боласыздар. Аяғынан, осы әдіс жасау барысында аяғынан сәл жарақат алған сыңайлы. Еділ қазақ күресінде осы жарыстың ережесі бойынша дәрігерлердің көмегіне жүгінуге болады. Оған 3 минут уақыт беріледі. Егер 3 минуттың аралығында балуан боз кілемнің ортасына қайта шықпайтын болса, онда жеңіс қарсыласына беріледі. Сондықтан да қазір 3 минут аралығында дәрігерлер ем-домын жасап, Еділді қайта қатарға тұрғызуға міне әрекет жасайды. Құрметті жанкүйерлер, жарыс ережесі бойынша қазір жеңген балуан қарсыласының терісін олжалайды. Оған қосымша әр жеңісі үшін 100.000 теңге салынған конвертті иемденеді. Осылайша ақтық айқастарға дейін жалғасады. Міне жарыс ережесін қазір жүргізуші Бейсен Құранбек мырза түсіндіріп жатыр. Жеңген балуан, екі балуанды көрдіңіздер ғой. Қасқырдың терісімен шықты. Сол терісті жеңген балуан жеңілген балуаннан тартып алады. Сонымен қатар әр айналымнан өткен балуанға 100.000 теңгеден ақшалы сыйлық беріледі. Қазір міне Айбектің белсенділік танытқан тұсы. Бұл әдіс кілемнің сыртында жасалды ма, әлде ішінде ме, қазір төрештер нақты бағасын береді. Жоқ, есеп алынбаған екен. Енді Еділдің өте көрдіңіздер міне, өте жақсы. Айбек Серікбаевтың енесіне Бүгіпай жазылды. Қазір Еділ оның осал тұсын таба алар емес. Бүгіпай көкөлеу баланға. Жоқ, есепке алынбайды, өйткені тізесі тиген жоқ балуанның құлағанда. Әдіс нәтижесіз.
Қазір енді Еділге ескерту, тағы да ескерту берілуі мүмкін. Белсенді күресу керек әрине. Белсенді күреспеген балуанға ескерту беріледі, ал ескертуден кейін бүк ұпай қарсыластың есіне жылады, сөйтіп ұпай қорын молайтуға белсенділік танытып жүрген балуанның мүмкіндігі зор. Тағы да бір ұпай, көкбелбегі балуан Айбек Серікбаев. Жасыратын мұны байқап отырсыздар өздеріңізде. Айбектің жоқ, бұл есепке алынбайды, жай ғана құлай салды балуан. Көрермендерге түсінікті болу үшін мына жүргізуші айтып жатыр, әдістің тізеден жасалған, ал қазақ күресінде тізені әрине пайдалануға болмайды. Осындай тік тұрып күресу барысында. Белдесудің соңғы минуты өтуде. Соңғы минуты кім ұтады екен бұл белдесуде? Сақа спортшы Еділ Үсенов пе, жоқ әлде дарын жас Айбек Серікбаев па? Айбек Серікбаевты Қызылорда облысында өткен іріктеу турнирінде Ұлан Рысқұлдың өзіне сан соқтырып кеткен балуан. Сондықтан да бұл жігітті біз мықты жастардың бірі деп айтуға толық негіз бар. Ал Ұлан Рысқұл, өздеріңіз жақсы білесіздер, алғашқы 2011 жыл Қазақстан барысында жеңімпаз атанған балуанды осы жарысқа жібермеген дәл осы Айбек Серікбаев еді. Жалпы биылғы жылы Қазақстан барысында тосын оқиғалар көп болды. Іріктеу жарысының өзінде, мәселен 2011 жылға Ұлан Рысқұл Қызылорда облысында өткен іріктеу сынынан өте алмай қалды. Бұл жарысқа ұзақ уақыт бойы үздіксіз өтіп келе жатқан Қостанай облысының қосқыраны Мұрат Кентонов пен Максим Герберде осы жарыстан шет қалды. Міне сол секілді бірнеше балуандар осы жарысқа қатыса алмайды. Яғни іріктеу турнирін өте алған жоқ. Есесіне олардың орындарын жастар басты. Солардың арасында бәлкім біреуде суырылып шығады деген үміт те бар. Міне қазір соңғы секундтар өтуде. Қазір бүк ұпай жазылды Еділ Үсеновтің енісіне, бірақ дегенменде Айбектің алда келеді. Сондықтан да қазір соңғы секундтарда 8 секунд қана қалды. Әзірге 8 секунд қалды дейді міне төреші. Жүргізуші айтып жатыр. 18 секунд қана қалды. 18 секунд екен, сол 18 секундтың арасында әрине Еділдің әлде мүмкіндігі бар. Өйткені Айбектің есебі түгел. Сондықтан да ол қаша жүріп ұрыс салады. Міне тағы да бір өте жақсы. Тағы бір бүк әдісі жазылуға тиіс. Айбектің санаулы секундтар енді әрине Еділге бір бар күшін салдырмаса, Нартәуекелге бармаса, жеңіс бұл жігіттің уысынан суысып кететіні айдан анық. 6,5 секунд қалды. Тағы да бір жолай балуандарда. 6,5 секунд әрине енді. 5 минутта бітіре алмағаннан кейін 6,5 секунд әрине бітіру қиын. Сондықтан да бұл жекпе-жекте біз Айбек Серікбаевты келесі айналымға шыққанымен құттықтап қояйық. Бұл белдесу аяқталды. Сөйтіп Қазақстан барысы 2014 жылғы турнирдің тұсаукесер бәсекесінде Айбек Серікбаев Қызылорда облысы өзінің Батыс Қазақстандық облысы Еділ Үсенов тұтып келесі айналымға жолдама алып отыр. Сөйтіп бұл Еділ мен Айбектің арасында жекпе-жек Қызылорда облысының өкілінің пайдасына шешілді. Біз айттық, тағы да ескерте кетейік, Айбек Серікбаев өзінің қарсыласынан 12 жас кіші екен. Міне қазір қарсыласының қасқыр терісінде иеленіп кетті. Бапкері, әкесі Әділбек Серікбаев міне ұлының шәкіртінің өнеріне дән-риза екенін білдіріп, міне бетінен сүйіп жатыр. Ең бір әдемі тұстар осы белдесудің
өте шиеленісті өтті, өте тартысты өтті. Қос палуанда да барын салды, дегенмен де Айбектің асығы бұл жекпе-жекті алшысынан түсіп, келесі кезеңге жолдама алып отыр.